Фильмнің басында екі ер адам қобалжып фургонға отырады. Вик пен оның серіктесі көліктің нөмірін ауыстырып супермаркетке барады. Құрылыс бөлімінен арқан және басқа да оғаш заттарды сатып алады. Кейін олар бос пәтерге келіп жұмысқа кіріседі. Вик пен серіктесі қабырғаларды дыбыс өтпейтін панельдермен қаптайды, терезелерді жауып тастайды. Вик төсек орнатып, оны қабырғаға бекітеді. Осыдан кейін Дэнни кісен, тұмшалағыш, скотч және қару-жарақты жинап алады. Оқиға орнына жеткенде Дэнни қобалжып, саусақтарымен рульді тықылдатады. Бір сәт ойланып, екеуі бетперде киіп көліктен түседі. Біраз уақыттан соң олар қайтып келіп, бір қызды байлап алып келеді. Ер адам қорқып қалған қызды пәтерге көтеріп апарып, шешіндіріп тастайды. Вик Алиса есімді қыздың жүзін анық көрінетіндей етіп бірнеше суретке түсіреді. Сосын Вик сыртқа шығып киімін ауыстырады. Қайтып келген соң олар Алисаға жаңа киім кигізіп, басына жастық қойып береді. Біраз уақыттан кейін Вик пен серіктесі фургонның сыртындағы арнайы жабыстырып қойған жапсырманы алып тастайды. Вик Алиса түскен ең сәтті суреттерді әкесіне жіберіп, ақша талап етеді. Кешке қарай Вик қызға су беріп айқайламауын сұрайды. Алиса өзінің қызы бар екені туралы өтірік айтады. Бірақ Вик оның жалған айтып тұрғанын сезіп, оны білегінен тістеп алған үшін беттен ұрады. Сосын ол қызға қазір олардың бақылауында екен, сондықтан қарсы шығуы тек оның жағдайын қиындататынын ескертеді. Кешкі ас кезінде Дэнни аздап ішіп, уайымын басқысы келеді. Бірақ Вик оған ашуланып, алкоголь иісін қыздан жасыруды талап етеді. Дэнни тамақ ішуден бас тартқанда, Вик тағы да ашуға мініп, оған жұмыстан кейін 9 сағат бойы аш жүргенін ескертіп, аш болуға тиіс екенін айтады. Егер қарны ашпаса, демек, ол тым көп ойлап жүргені. Вик оған күмәндануды доғарып, бәрін артқа тастауды бұйырады. Ақырында Дэнни тамақтана бастайды, бірақ Вик одан қыздың жағдайын тексеруді сұрайды. Оралған Дэнни қыздың дәретханаға барғысы келетінін хабарлайды. Бұл жағдай Элис үшін өте қорлықты болып шығады. Ол өзін ұстай алмай, жылай бастайды. Осыдан кейін Вик барлық дәлелдерден құтылу үшін кетуге дайындалады. Ол Дэнниге ішпеуді, сабырлы болуды және қызды тексеріп тұруды тапсырады. Дэнни пәтерде жалғыз қалған кезде Элисқа жақындап, оған қол тигізіп, өз билігін сезінгісі келеді. Алайда көп ұзамай өз-өзіне келеді де бөлмеден шығып кетеді. Көп кешікпей Вик қайта оралады. Ол Элистің әкесімен хабарласып, төлем талаптарын жеткізгенін айтады. Бірақ Вик әкесін қаттырақ қорқытқысы келеді, сонда ғана кешке дейін ақша алатынына сенімді болады. Ол Элиске барып әкесіне бейнелеу жазуын сұрайды. Қызды шошыту үшін Вик Дэнниден пышақты қыздың тамағына тақап тұруды талап етеді. Жылаған Элис әкесінен бәріне келісіп ақшаны беруді, ал полицияға бармауды сұрайды. Әйтпесе, оның өмірі қыл үстінде екенін айтады. Дэнни қыздың аузын жаппақшы болғанда, Элис қолын босатып, аздап қозғалып алғысы келетінін айтады. Вик бірнеше минутқа кісенін шешуге рұқсат береді. Сосын ол қонақ бөлмеге барып, бейнежазбаны тексереді де, оны әкесіне жібереді. Содан кейін тағы да кетуге жиналады. Вик кетіп бара жатып, Дэнниге ұйықтап қалмас үшін бірнеше дәрі қалдырады. Біраздан соң Дэнни Элис отырған бөлмеге барып, қыздың жағдайын көреді. Элис бұл жолы дәретханаға үлкен қажетін өтеу үшін барғысы келетінін айтады. Ол аузындағы тұмшалағышты шешіп, кем дегенде бірнеше минутқа теріс қарап тұруды сұрайды. Дэнни бұрылып теріс қарап тұрған сәтте, Элис оны шелектің қақпағымен ұрып, пистолетті тартып алады. Қыз оған оқ атады жасайды, бірақ тигізе алмайды. Дэнни сабырға шақырып, бетпердесін шешеді. Элис алдында бұрыннан танитын ескі досын көріп, қатты таң қалады. Есін жиған соң, қыз оны босатуды талап етеді. Бірақ Дэнни бәрі жоспар бойынша екенін айтып, Элистің бұрыннан өз әкесін жек көретінін еске салады. Бұл ұрлау арқылы олар ақшаны алып, бөліп алмақ болған. Элис қасында болған адамның кім екенін сұрайды. Дэнни бұл адамның аты Вик екенін, түрмеде танысқанын айтады. Вик Дэнни мен Элистің таныстығын білмейді. Әрі қызды кездейсоқ таңдадық деп ойлайды. Сондай-ақ ол Викті ақшасыз қалдырмақ ойы бар екені жайлы да ашады. Элис, егер мұндай жоспарың болса, мен келісуші едім деп айтады. Дэнни қыздың қорқынышы шынайы болғанын қалағанын, сонда ғана әкесі ақша беретініне сенімді болғанын түсіндіреді. Элис бір кезде Дэннидің оған мәңгі сүйем деп ант бергенін еске алып, мұндай қатыгездікті оның қалай істегеніне сенбейді. Осы сәтте есік қағылады. Бұл Вик Дэнни қыздан пистолетті беруді сұрайды. Әйтпесе жоспар бұзылады. Элис келісіп, еш қиындық тудырмайтынын айтады. Дэнни қызға оның үлесі $1 миллион болатынын айтады. Дэнни қызды қайта байлап дәретханаға апарғандай түр жасайды да Викке есікті ашады. Көп ұзамай Вик бөлмеге кіреді. Қыз алдымен ешқандай дыбысқа мән бермейді, бірақ кейін оянады. Вик оны тамақтандырмақ болып төсекке отырғызады. Осы кезде Дэнни еденде жатқан оқ пилзасын байқап қалып, Викке көрсетпей, тәрелке құлаған сәтте байқатпай алып алады.
Дэнни ваннаға кіріп, гильзаны унитазға тастап жібермек болады. Бірақ 3 рет әрекет етсе де, ол кетпейді. Сол сәтте есікті қағып, Вик ашуын көрсетіп, есікті ашуды талап етеді. Амалы таусылған Дэнни гильзаны жұтып қояды. Ол Викке ішім ауырып кетті деп өтірік айтады. Вик сеніп, бұл адреналиннің әсерінен шығар дейді. Сосын ол банктер ашылғанын, Элистің әкесі ақша жіберетінін, енді олар миллионер болатынын қуанышпен жеткізеді. Ол болашақта екеуі бірге саяхаттап, тойып ішіп жеп, сүйіспеншілікке толы өмір сүретіндерін уәде етеді. Сосын Вик оны құшырлана сүйіп кетіп қалады. Сол сәттен кейін Дэнни Элисқа барады. Қыз оны толық босатуды өтінеді. Босанған соң Элис Вики жайлы айтып беруін сұрайды. Дэнни Вик оны түрмеде жүрген кезде ақ ұрлауды жоспарлағанын айтады. Сол кезде құрбан ретінде Элистің кандидатурасын өзі ұсынғанын ойындайды. Элис ризашылықпен қарап, қолдарын уқалап жатқан Дэнниге сүйісіп, түнгі ойын ойнауды ұсынады. Қыз жігіттің қолын сипап отырып, кенеттен оның қолына кісен салып жібереді де, бөлмеден қашып шығады. Бірақ есікке құлып салынғанын көреді. Элис үстелдің үстінде жатқан телефонды байқап қалып, полицияға хабарласады. Қолынан келгенше ақпарат беріп, олардан тез арада көмек сұрайды. Сол кезде қыз үстел үстінде жатқан тапаншаны көреді. Оны алып бөлмеге қайта кіріп, Дэнниге қару кезеніп кілтті беруін талап етеді. Дэнни кілт шалбарымның қалтасында деп жауап береді. Элис кілтті алмақ болғанда, Дэнни оған тап беріп, тұншықтырып тастайды. Элис есінен танып қалады. Жігіт өзін босатып, қызды қайтадан төсекке байлайды. Кейін ваннаға барып, лоқсып құсады. Қатты күліп, унитаз түбінен жаңағы гильзаны қайта тауып алады. Көп ұзамай Вик қайтып келіп, ес-түссіз жатқан қызды көріп алаңдай бастайды. Ол Дэнниге көлікті тексеріп келуді бұйырады, ал өзі Элисқа жақындайды. Қыздың қалтасынан телефонды тауып алып, қатты қысып, азаптап сұрай келе, серіктесінің оның кім екенін айтып қойғанын біледі. Дэнни қайтып келгенде, Вик оған бірнеше сұрақ қойып, оны тексереді. Олар Элисқа есінен тандыратын дәрі беріп, қызды басқа орынға алып барады. Ол жерде Вик қызды шынжырмен байлап, Дэнниді жасырынған жердегі ақшаны тексеруге жібереді. Бірақ Дэнни ол жердің бос екенін айтып қайтады. Сонда Вик бұл қойманы әдейі Дэнниге арнап жасағанын, Элис оған опасыздық туралы бәрін айтып бергенін мойындайды. Дэнни өзін өлтірмеуін өтінеді, олардың достығын еске салады. Бірақ сол сәтте ол Викті итеріп жіберіп, жараланса да қашып кетеді. Вик ақшаны алып, ескі құрылыс алаңына оралады. Онда ол фургонды өртеп, басқа көлікке отырып кетуге дайындалады. Элисті де өлтірмекші болады, себебі оның кім екенін біледі. Алайда күтпеген жерден Дэнни шабуыл жасап, Викті қатты жаралайды. Дэнни Элисті босатудан бас тартады. Қолымен жарасын жауып, көлікке қарай кетеді. Элис артынан айқайлап, оны тоқтатуға тырысады. Қыз көзімен Викке қарайды да, оның әлі тірі екенін түсінеді. Вик соңғы күшімен кілтті Элисқа лақтырады да көз жұмады. Элис кілтке жетіп, кісенінен босанып, қараңғы жерден шығып кетеді. Ол ауыл жолмен жүгіріп көлікке жетеді. Көліктің ішінде өлі Дэнни жатыр. Элис орындыққа отырып, көз жасына иіріп береді, бастан кешкен сұмдықтарды еске алады. Бірақ кейін бойын жинап, көлікті оталдырып, ақшамен бірге жолға шығады. Фильм осымен аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы